Барлығыңызға сәлем. Бүгін үй ішіне осындай ерекше манты жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, әрі оңай жасалады. Ең алдымен ыдысымызға 100 грамм су құямыз. 1 жұмыртқа, тұз, барлығын араластырамыз. Үстіне 250 грамм ұн саламыз. Егер ұныңыз аз болса, тағы да кішкене қоссаңыз болады. Қамырымызды 8 бөлікке теңдей бөліп, демалдырып қоямыз. Мантының салмасын жасаймыз. Ол үшін 250 грамм етті тураймыз. 1 дана пиязымызды, 1-2 дана картоп және 1 дана болгар бұрышын тураймыз. Барлығын салып, салмасына тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып жақсылап араластырамыз. Мантыны өте жасау оңай, себебі осындай 1 бөлік қамырды алып, екі жағын ұнға малып, жайып шығамыз. Кішкене күлшелеріміздің үстіне май жағамыз, сұйық май. Сұйық майды жағып, үстіне салмаларымызды салып шығамыз. Видеодағыдай оқтауға қамырды ораймыз. Екі жағынан жиырып, қамырымызды ортасынан алып тастаймыз. Осылай барлық қамырымен жасап шығамыз. Мантының тұздығын жасаймыз. Ол үшін пияз, болгар бұрышы және қызанақтың барлығын қуырып шығамыз. Томат пастасы, укроп салдым. 50 минуттан кейін мантымыз пісті. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Дәл осы видеодағыдай жасап көріңіздер, дәмді шығатынына сенемін. Сау болыңыздар.